Өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Қазіргі кезде діни сауатсыздықтың ақпараттық көп заманда, ақпараттың өте көп заманында негізі шынымен де адамға қаупі зор. Өйткені діни сауатсыз адам кез келген сырттан келетін жалған ақпарат па, шынымен де ол түзу ақпарат па, яғни діннің тілімен айтқан кезде сахих ақпарат па, оның ажыра-жігін ажырата алмаған адам оны дұрыс деп есептеп, немесе түбегейлі жоққа шығарып тастап, діннің ішіндегі шектен шығуға апаруы мүмкін, немесе дінді мүлдем теріс түсінуі де мүмкін. Сондықтан қазіргі заманда, ақпараттың өте көп заманында адамның діннен фундаменті болуы, яғни діннен өзінің теориялық білімінің болуы өте маңызды. Діннен теориялық білімі бар адам сырттан келетін ақпаратты саралап, жіктеп, өзіне керектісін алып, керек емес ақпаратты шығарып тастап отырады. Сондықтан қазіргі заманда ол ислам діні болсын, ол христиан діні болсын, кез келген діндерден хабардар болудың пайдасы өте орасан зор болмақ.